Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабақтың тақырыбы көне түрік жазуы. Біз өткен сабақта күлтегін, тоныкөк, білге қаған мемлекетті дамытудағы еңбегін және түрік жазуының маңызын өткен сабақта таныс болдық. Енді бүгін көне түрік жазуының екінші сабағын оқимыз. Зерттеу сұрағы: білге қаған мен күлтегіннің мемлекетті нығайтудағы саясаты бізге қандай деректерден белгілі? Оқу мақсаты 6-9 ғасырлардағы мемлекеттердің даму ерекшеліктерін түсіндіріп, олардың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анықтау, көне түркі жазуының маңызын түсіндіру. Зерттеу сұрағын жаңа жақсы таныс болды. Біз осы саясатын деректерін мына бейне суреттен көре аламыз. Балалар, күлтегін жазуы ежелгі түркі жазба ескерткіші Монғолиядағы Қарабаласаған қаласының қираған орнынан солтүстікке қарай 40 километр жерге Орхон өзені бойындағы Эрдени Цзу монастырының жанына орнатылған. Ескерткіштің биіктігі 3,15 метр, ені 1,34 метр, қалыңдығы 0,41 метр. Тас бағана 5 бұрышты қалқан тәрізді. Қырларында айдаһардың суреттері мен қаған таңбалары бейнеленген. Күлтегін ескерткіші туралы алғашқы мәліметтер 19 ғасырдағы батыс зерттеушілерінің еңбектерінде жариялана бастады. Екі құлпытастағы құпия жазуларды түркі танушылар көпке дейін оқи алмады. Ғалымдар арасында тастағы белгісіз жазуларды көне кельт, гот, грек, славян, скандинавия, фин, тіпті моңғол немесе қалмақ жазулары деген тұжырымдар болды. Бүгінгі сабақта түркі жазба ескерткіштерін қалай зерттеді, қай аумақтан табылғанын білу үшін бейне жазбаны көрейік. Биіктен көк тәңірі баспаса, төменде жер айырылмаса, түркі халқы ел жұртыңды кім қорлайды? Сібірде айдауда жүрген швед офицері Табберт Страленберг өз тапқан құлпытастардағы түсініксіз жазуларды руна деп атаған. Руна Скандинавия халықтары тілінде сыры ашылмаған дегенді білдіреді. Тіл білімінде көне түркі жазба ескерткіштеріне қатысты руна жазуы деген атау осылай пайда болды. Бір 1893 жылы қарашаның 25-інде дат ғалымы Вильгельм Томсон көне ескерткіштердегі жазудың түркі халықтарынікі екенін дәлелдеді. Көп ғалым құпиясын аша алмаған жазудан Томсон алғаш болып тәңірі және түрік сөздерін оқыды. Күлтегін жырын тыңдаңыз. Күлтегін азманағын мініп шабуылға ұмтылды. 6 ерін шанышты. Шабуылда 7 ерін қылыштады. Ақтанберді жырауға құлақ салыңыз. Жауға шаптым ту байлап, шепті бұздым айғайлап. Өлім деген ойда жоқ, жалынды жүрек қан қайнап. Ерлер жұртын қорғайды, өлімге жүрміз бас байлап. Бейне материалдан көргенімізді толықтыру үшін мына кестеге назар аударайық. Балалар, көне түрік жазуы руна жазуы, яғни ол тас, ағаш, металдардан жасалынған. Бізге жеткен 7-8 ғасырларға мәлім болды.
бұдан бұрын, біздің заманымыздан бұрын 1000 жылдықта сақ обаларының түрік тіліндегі таңбаларында кездеседі. Ал 7-8 ғасырларда Орхон Енесей жазба ескерткіштері және Талас жазба ескерткіштері болып екіге бөлінді. Орхон Енесей жазбалары Орхон, Селенга, Тола, Енесей өзендерінің бойында таралған. 150-ге жетеді бұндай еңбек. Күлтегін, Білге, Тоныкөк жазуларын ғалымдар тарихи дастандар деп атаған. Түріктердің әдебиеті негізін салған шығармалары болған. Ал екінші топқа Талас жазбалары жатады. Талас, Іле, Сыр, Ертіс өзендерінің бойында тасқа жазылған таңбалар табылған. Орхон Енесей жазбалары мен Талас жазбаларын салыстырып қарасақ, билікте болған адамдардың өмір баяны жазылған құлпытастар өмірден қайтқан адамдардың басына қойылған. Ал таспа жазбаларына көңіл аударсақ, олар орташа, қарапайым, халық арасында қайтыс болған адамдарға құлпытас ретінде таста белгі салып қойған. 8-9 ғасырда бүкіл халық игілігіне айналды. 10 ғасырда араб жазуы руна жазуын ығыстыра бастады. Мына тапсырмада суретті негізге ала отырып, сұрақтарға жауап бересіздер. Бірінші, руна жазулары дегеніміз не? Екінші сұрақ, Орхон Енесей жазбаларында қандай ескерткіштер жатады? Орхон Енесей жазбаларынан қандай мәліметтер алуға болады? Үшінші сұрақ, көне түрік жазуы қай уақытта бүкіл халық игілігіне айнала бастады? Балалар, біздің қарап отырсақ, осы тапсырмамызда дескриптор көрсетілген. Яғни, руна жазуын ұғымын анықтайсыздар, Орхон Енесей ескерткіштерін атап, мәліметтерді саралайсыздар. Үшінші, көне түрік жазуының бүкіл халық игілігіне айнала бастаған уақытын атап көрсетесіздер. Тапсырманы орындап болған соң, дұрыс жауаптарымен тексеріп алыңыздар. Сабақты қорытындылау үшін күйші Секен Тұрысбековтың орындауындағы Күлтегін күйімен аяқтаймын.